Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы синоним дегеніміз не? 67-ші сабақ. Бүгінгі сабақта синоним сөздерді ажыратуды үйренесің. Өткен тақырыптарды қайталайық. Сөз дегеніміз не? Сөз дегеніміз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Ал антоним сөздер дегеніміз не? Тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат, жақсы, жаман деген сияқты. Осындай сөздерді антоним сөздер деп атайды. Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әртүрлі сөздер кездеседі. Мысалы, әдемі, көрікті, алыс, шалғай. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атайды. Дана мен Алина синоним сөздер туралы біледі. Бейнежазбаны қарайық. Дана, ертең жүгіруде мектеп аралық жарыс өтеді екен. Біздің сыныптан Дархан қатысады. Керемет, Дархан тез, шапшаң жүгіреді. Иә, ол жылдам жүгіреді. Алина, тез, шапшаң, жылдам синоним сөздер. Дана, синоним сөздер дегеніміз не? Айтылуы басқа, мағынасы бір-біріне жақын сөздер синоним сөздер деп аталады. Мысалы, ас, тағам, тамақ, дәм синоним сөздер. Себебі бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын. Дұрыс, жарайсың, Алина. Дәптерге күнді жазып, жаттығуларды орындаймыз. 12-ші жаттығу 10-шы бет. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Қарамен берілген сөздердің астын сыз. 14-ші жаттығу 11-ші бет. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөздің синонимін тап. 15-ші жаттығу 11-ші бет. Синоним сөздерді тауып, оларды жұптап жаз.